Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіретін ерекше рулеттер жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқаларымыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып бөлек-бөлек ыдыстарға саламыз. Ал енді ақ уызымызды жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қантымызды аз-аздан салып, ақ уызымызды аппақ пена болғанға дейін миксерлейміз. Төңкерген кезімізде де түсіп кетпеу керек. Ал енді сары уызымызға қантымызды аз-аздан салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің сары уызымыз ағарып, көбейіп шығады. Ал енді ақ уызымыз бен сары уызымызды араластыратын боламыз. Қатты араластырып жібермейміз. Разрыхителімізді және кукурузный крахмалымызды електен өткізіп салып, лопатамен бір жаққа қарай араластырамыз. Ал енді унымызды екі бөлікке бөліп, електен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Ундарымызды бірден қосып жіберсек, біздің бисквиттеріміз әдемі піспей қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай қамыр болады. Ал енді дайын қамырымызды тең екі бөлікке бөлеміз. Енді бұл екі бисквитімізге біріне жасыл, біреуіне қызыл түс қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұндай красителдерді сіздер кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Жасыл түс қосылған бисквитіміз дайын болды. Ал енді қызыл түс қосылған бисквитімізді дайындап аламыз. Қызыл түсімізді саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Екі түрлі бисквиттерімізді де дайындап алдық. Енді дәл осылай кондитерский мешокқа салып аламыз. Қызыл түсімізді кондитерский мешогымызға салып алдық. Енді жасыл түсімізді саламыз. Дайын бисквиттерімізді пергамент қағазы төселген формамызға дәл видеода көрсетілгендей етіп жағып аламыз. Формамыздың размері 30-ға 30. Жасыл түстерді жағып шыққаннан кейін, ал енді қызыл түстерімізді жағып аламыз. Қызып тұрған 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Біздің бисквиттеріміз пісіп шықты. Ыстық күйінде дәл осылай пергамент қағаздарын алып тастап, сүлгімен жақсылап орап аламыз суығанға дейін. Ал біздің бисквитіміз суығанға дейін біз кремдерін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки қажет болады. Сливкемізді жақсылап миксерлеп, сгущенный молокомызды аз-аздан салып отырып, кремімізді дайындаймыз. Енді креміміз үшін желатинін дайындайтын боламыз. Желатинімізге мұздай суды құйып, жақсылап араластырып, 5-10 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Менде уже қатты. Енді мен микротолқынды пеште ертіп алдым. Ыстық желатиндерімізді бірден кремімізге қосып жіберуге болмайды. Сондықтан да желатинға кремдерімізді аз-аздан қосып, бірдей масса болғанға дейін араластырып тұрамыз. Біздің креміміз дайын болды, бисквитіміз суыды. Кремдерімізді аз-аздан салып, жақсылап барлық жеріне жағып алатын боламыз. Достар, менің каналымда жаңа жылдық дастархан үшін 3-4 түрлі салаттардың рецептері бар. Дәмдері өте керемет болып шығады, және сіздің қонақтарыңызды таң қалдыратыны сөзсіз. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Кремдерімізді жағып алдық. Енді рулетімізді жақсылап орап, тоңазытқышқа жіберетін боламыз. 1-2 сағаттан кейін рулеттерімізді алып, бетін әсемдеп дастарханға тарсақ болады. Бетін әсемдеу өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Достар, менің ютубтағы рецептерімнен бөлек дәл осындай 12 түрлі евро пирожнилар мастер-класстарымда бар. Толық ақпарат алу үшін комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Достар, сіздерге осы видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және келесіде шығатын жаңа рецептерімді жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.